Сәлеметсіздер ме? Біздің медицина орталығымыздағы әйелдерге қатысты емдік шаралар болса, жамбас сүйектің, яғни босанғаннан кейінгі жамбас сүйектің үлкейіп кетуін кішірейту, аспап арқылы немесе массаж арқылы. Екіншіден болса, салбырап кеткен маткені шөптер арқылы жинап беру. Үшіншіден болса, үлкейіп кеткен құрсақты массаж арқылы кішірейтіп беру сияқты емдік шаралар бар. Бүгін келген Ақмарал әпекеміздің негізгі емдеу алып баратын түріміз болса, маткеде суық бар, ұзақ жылдық. Осы суықты кетіру массажын алып барамыз. Бұнда қызыл орза гүлінің майымен істетіледі массажымыз болса. Әрбір түшкіларды уқалаймыз. Осылай әбден толық 20-30 минут босатып аламыз құрсақты. Бұл аспабымыздың негізгі ролы болса, көптеген аналарымыз туыттан кейін жамбас сүйектің сыртқа кеміп кету жағдайы болады. Ішке жиналмай қалмау себепті көптеген аналарымыз туыттан кейін түшкірсе, жөтелсе